Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі шығарылым курьерлерге жеткізу қызметінде, яғни доставкада жұмыс істейтін адамдарға ерекше қызық болатын сияқты. Себебі бұл жолы біз мопед, скутерлер туралы айтамыз. Бүгін Сенаттың жалпы отырысынан кейін ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха журналистерге сұхбат беріп, ол жерде осы тура мопедтер мен скутерлерге қатысты болғалы жатқан өзгерістер туралы баяндады. Сонымен қазіргі уақытта заң жобасы әзірленіп жатқан көрінеді. Дәл осы мопедтерге, скутерлерге қатысты. Былтыр естеріңізде болса, самокаттарға қатысты заң қабылданған еді. Самокаттардың жылдамдығын шектеді, тротуарларда адамдардың арасында жүруге болмайды деген шектеулер қойылды. Енді осы жолы шектеулер жаңағы мопедтер мен скутерлерге қатысты болғалы отыр. Бұл осы тура заң жобасының екінші пакеті деп түсіндірді Игорь Лепеха. Осы жолы не өзгереді? Кез келген мопед, скутер жолға шығып жүретін болса, ол көлік ретінде саналады. Бұрын қозғалтқыш көлемі 50 текше сантиметрден аспайтын және жылдамдықты 50 км сағаттан асыра алмайтын скутерлерге құжаттың жүргізуші куәлігінің қажеті жоқ еді. Енді осы заң қабылданса, кез келген скутерді, кез келген мопедті тізгіндеу үшін скутердің өзінің бөлек құжаты болу керек, ол тіркелуі керек, мемлекеттік нөмір берілу керек және тізгіндейтін адамда, яғни сізде жүргізуші куәлігі болу керек. А классына жататын жол ережесін білуіңіз керек. Ол кәдімгі мотоцикл сияқты тіркелгелі жатыр. Бұл заң жобасының екінші пакеті деп түсіндірді Лепеха. Бұларды не үшін, неге тіркеуге қоятынын министрдің орынбасары былай түсіндірді. И, соответственно, эти все мопеды мы будем ставить на учет, регистрировать. Понятно, на сегодняшний день эти водители, скажем так, практически у нас никакой ответственности не несут. Все, что они делают, относится к нарушениям, к прочим нарушениям, либо нарушениям другими участниками дорожного движения, там максимум либо 2, либо 5 МРП, во-первых. Во-вторых, очень тяжело их идентифицировать, у них нет номеров. То есть они на это и рассчитывают, что никто не опознает, никто идентифицирует, никто не задержит. Условно говоря, если водитель управляет в нетрезвом состоянии, мы его привлекаем к ответственности, административному аресту и лишению прав на 7 лет, то водитель мопедов, которые, кстати, многие так и делают, пересаживаются лишенные на мопеды, он будет просто за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии привлечен, и все, 5 МРП условно. То есть вот этот пакет очень важный. Айтпақшы, осыған дейін қабылданған заң жобасы, самокаттарға қатысты заң жобасынан да өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол былай, қазіргі заң бойынша кез келген самокатпен жүрген адам барлығы жерде бірдей ережеге бағынады. Ал жаңа өзгерістерге сай әр әкімдік, жергілікті атқарушы орган, мысалға облыс орталығы болса, сол облыс орталығы немесе қаланың әкімдігі арнайы жерлерді бекіте алады. Мысалға, мына жерлерде самокатпен кез келген уақытта жүруге болады, мына жерде кез келген уақытта жүруге болмайды, немесе сенбі-жексенбі күндер парктың мына бөлігінде самокатпен жүруге болады деген сияқты ережелерді өздері бекітіп, рұқсат бере алады немесе шектей алады. Бұл енді әр қаланың өзінің ерекшеліктеріне байланысты қойылғалы жатыр деп отырмыз. Сонымен, жаңағы доставкада істейтін скутері, мопеті бар адамдар, ойланыңыздар, қамданыңыздар, сіздерге А санатына жататын куәлік керек. Жуырда заң жобасы парламентке енеді және менің ойымша бұны тез қабылдап жібереді, себебі жаз уақытынан өткізбеу керек. Міне көктем болып қалды. Оңтүстік жақта бұлар енді жыл 12 ай тоқтамайды десек те болады. Дегенмен дәл қазіргі маусымды аяқтамай тұрып, заң жобасы қабылдануы мүмкін. Бүгінгі жаңалықта осындай болды. Амандықта жүздесейік.